Қайырлы баршаларыңызға, менің каналыма қош келесіздер. Бүгін сіздерге жасалу жолы өте оңай, пиццерияның пиццасынан кем түспейтін дәмді пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеоны қарап, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы суымыздың үстіне жарты шай қасық тұзды, 1 шай қасық қантымызды және 1 шай қасық дрожжымызды салып аламыз. 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне електен өткен ұнымызды саламыз. Оны толығымен салып жібермейміз, жарты бөлігін салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Одан кейін барып, екінші бөлігін салып, жақсылап араластырып, қолымыздың көмегімен жұмсақ әдемі қамыр илейміз. Жұмсақ қамырымыздың үстіне 1 ас қасық сұйық майымызды құямыз және қолмен қамырымыздың барлық жеріне жақшамыз. Үстіне пакет кигізіп, бетін жауып, жылы жерге жарты сағат көлеміне қойып қоямыз. 30 минут тұрған қамырымыз көлем бойынша үлкейген. Бұл қамырдан біз 2 пицца жасайтын боламыз, сондықтан қамырды 2-ге бөліп аламыз. Тағы да 1 қайтарып көтерілуге қойып қоямыз. Ал енді салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына осындай колбаса және имердің сулугуни сырын қолданатын боламын. Моцарелла сырын қолдансаңыздар болады. Моцарелла сыры өте әдемі созылып тұратын болады. Және үстіне тұздалған қияр мен болгар бұрышын қолданатын боламын. Бұл пицца өз қалауыңызша, үйіңізде қандай зат бар, сол заттармен істей берсеңіз болады. Пиццаны пісіретін табамызды дайындап аламыз. Ішіне май жағып жіберетін боламыз. Және қамырымызды қойып, қолымыздың көмегімен жақсылап жайып шығамыз. Ешқандай ұнды және оқтауды қажет етпейді. Қамырымыз өте жұмсақ, әдемі, сондықтан қолмен жақсы жайылады. Айнала шетін бортиктерін жасап жіберсеңіз болады. Енді қамырымыздың бетіне майонез және кетчуп құйып, жақсылап айнала шетін бәріне жағып шығатын боламыз. Өз қалауыңызша пиццаның арнайы соусын дайындасаңыздар да өте әдемі болады. Пиццамыздың үстіне үткіштен өткен сырды сеуіп шығамыз. Сыр көп болған сайын пиццамыз өте дәмді болады. Сырдың үстіне колбасаны және тұздалған қияр, тәтті болгар бұрышын қойып шығатын боламыз. Осы пиццамызды 180 градуста 15-20 минут көлеміне пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің өте жұмсақ, өте дәмді пиццамыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша балаларыңызға дайындап беріңіздер. Осы видео сізге ұнап жатса, пайдалы болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видеоның астына комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Видеоның соңына дейін көргеніңізге көп рахмет.